сабақ Виет теоремасы. Так, бүгін біз үшінші мақсатымыз Виет теоремасын қалай қолданамыз. То есть Виет теоремасын қолдануды үйренуіміз керек. Так, Виет теоремасы қандай балалар? Бізде мына тұрған нәрсе Виет теоремасы деп аталады. Ол қалай? Яғни бізге ax квадрат қосу bx плюсы тең 0 ретінде теңдеуі келсе, міндетті түрде x1 мен x2 олардың түбірлері болды ғой. Міндетті түрде олардың қосындысы, яғни түбірлерінің қосындысы, оның екінші коэффициентінің бірінші коэффициентіне қатынасының минусына тең болады екен. Ал түбірлерінің көбейтіндісі, наоборот, бос мүшенің бірінші коэффициентке қатынасына тең. Мысалы, 2x квадрат қосу 3x минус 4 теңдеу ретінде теңдеу келсе, олардың түбірлерінің қосындысы минус, бірінші коэффициент b менде 3 қой. a тең 2, b 3-ке тең, s минус 4-ке тең. Яғни b-ның a-ға қатынасы 2-ке тең, ал көбейтіндісі наоборот минус 4-тің, яғни с-ның a-ға қатынасы 2-ке тең. Яғни олардың түбірлерінің қосындысы минус 1,5-ға тең болады. Ал көбейтіндісі, мына жерде қателесіп кетіппін, көбейтіндісі минус 2-ке тең болады. Болатын сан болады. Виет теоремасының мағынасы осындай. Жалпы балалар в основном, Виет теоремасы толық түрдегі теңдеуге келеді. Мынандай толық түрде теңдеуге келсе, мына формуламен шығарады. Егер бірақ Виет теоремасы келтірілген теңдеу болды ғой. Келтірілген теңдеу деген қандай еді? Бізде a 1-ге тең болғандағы, яғни теңдеуіміз мына түрде келсе, осы кезде Виет теоремасын пайдаланған негіз ыңғайлы. Яғни келтірілген теңдеу болған кезде Виет теоремасын пайдаланған ыңғайлы. Неге? Себебі қараңыз, мына формулаға қарасаңыз, егер бұл жерде a 1-ге тең болса, Виет теоремасы былай жүзеге асады. Қосындысы минус v-ға тең, ал көбейтіндісі a 1-ге тең болса, наоборот, с-ға тең болады. Яғни a 1-ге тең квадрат, яғни келтірілген квадрат теңдеу болғанда Виет теоремасы мына түрде болады. Ал a басқаша, яғни кәдімгі бірден басқа сан болса, онда Виет теоремасын мына формуламен шығара береді екеміз квадрат теңдеуді шешуде. Мысал, x квадрат минус 7x минус 8 тең 0 түрінде теңдеу. a 1-ге тең, v минус 7-ге тең, s минус 8-ге тең. Виет, қараңыз, бұл келтірілген толық квадрат теңдеу. Значит, бұл жерде Виет теоремасы, яғни екеуінің қосындысы минус v-ға тең, минус, бірақ v менен нешеге тең? Минус 7. Значит, бұлай. Ал көбейтіндісі с-ға тең, яғни минус 8-ге тең. Мұнау 7 болады, мұнау минус 8 болады. Енді балалар, смыслы мынандай. Бұлай ойланамыз. Қандай екі санның қосындысы 7-ге тең болады? Қандай екі санның көбейтіндісі минус 8-ге тең болады? Көбейтіндегі 4 пен 2, 2 мен минус 4, бірақ қосын, мысалы, көбейтінді болады 4 пен 2, минус 4 пен 2, немесе минус 2 мен 4, немесе 7 мен 1, минус 7 мен 1, немесе минус 1 мен 7. Дұрыс қой? Осындай, минус 8 мен 1, минус 1 мен 8. Осы екі санның көбейтіндісі минус 8-ге тең ғой, осы сандардың көбейтіндісі. Келсеміз ба? Демек, енді қараң, мұна екеуінің қосындысы точно 7 болмайды, мұна екеуінің қосындысы точно 7 болмайды. Ал вот мына жерде мұна екеуінің қосындысы неше болады? 7, бірақ минус 7-ге тең, ал мұна екеуінің қосындысы нешеге тең менде? Вот осы екеуінің қосындысы 7-ге тең. Значит, мына жерден Виет теоремасы арқылы біз мынандай қорытынды жасаймыз. Біреуінің түбірі минус 1-ге тең,
ал екіншісінің түбірі 8-ге тең деген қорытындыға келеміз. Виет теоремасы, яғни балалар менде түбірді тауып алу үшін керек. Так, енді әсін шығарып көрейік. Бұл жерде әсін шығарайық. А квадрат минус 2019а қосу 2018. Бұл жерде тоже келтірілген толық квадрат теңдеу, иә. Бұда бізде, мен қара балдар қосу үшін былай істеймін. Минус 2019 ма, просто плюсын қарама-қарсы таңбасымен түсіре салам бұны, ал 2018-ді дәл солай түсіре қоям. То есть сыны дәл сол таңбамен түсірем. Мынау екеуінің қосындысы болады, дұрыс па? Ал мынау екеуінің көбейтіндісі болады. Енді қандай санның қосындысы көбейтіндісі 2018, қосындысы 2019-ға тең? Ол әрине 2018 бен 1. Екеуінің қосындысы 2019 шығып тұр, дұрыс, ал көбейтіндісі 2018 шығып тұр. Значит, мына теңдеудің бір түбірі 2018-ге тең, екінші түбірі 1-ге тең. Так, жазылды, иә? Түсінікті? Так, ары қарай тағы бір мысал шығарайық. Так, мысалды қарайық. Так, мына мысалды қарайық. Бұл уже 2х квадрат, кешірерсіздер, 2х квадрат минус 3х минус 40 тең 0. Дұрыс па? Бұл жерде балдар уже бұл бізде толық квадрат теңдеу, иә? Бұл жерде уже жазу керек болады. Так, минус в бөлінген а, ал көбейтіндісі с бөлінген а. Так, минус 3, бұл плюс 3 бөлінген 2, дұрыс па? Ал минус плюс болып кетеді, яғни мына жерде. Ал мына жерде минус 40 бөлінген 2. Яғни 3 бөлінген 2 это 1,5. Так, мына жерде минус 40 бөлінген 2 это минус 20. Яғни қандай санның көбейтіндісі минус 20 болады, ал қосындысы 1,5 болады. Тоже ойлап көрейік. Мысалы, бұған келеді бізде так. Бұл жерде уже 1,5 болғандықтан түбірмен сан шығып тұр, иә? Қандай санның, мысалы, 20-ны так, қандай санның қосындысы 1,5? Көбейтіндісі минус 20. Так, ойланайық. Так, бұл жерде қараңыз балалар, қарап отырсақ, бұл жерде табу қиын, иә? Бірақ менің ойымша, бұл жерде негізі ешқандай мынаның көбейтіндісі, мысалы, минус 4 пен 5, минус 5 пен 4 деп көрсем болады, 10 мен 2 деп көрсем болады, біреуін минус қып алып. Немесе қандай сан деп алсам болады? Так, 20 мен 1, иә? Тағы қандай санның көбейтіндісі бар? Басқа мен сандарды көріп тұрмын, бірақ мыналардың барлығының несі 1,5-ға тең емес. Түсінікті ма? 1,5-ға тең емес қосындысы. Демек, мына жерде мына есеп виетпен шықпайды деген сөз. То есть, мына есеп виетпен шықпайды. Бұл жерде дискриминантпен шығаруымыз керек. Яғни дискриминант тең в квадрат минус 4ac мен шығара береді екенбіз. Так, бұл алдыңғы сабақта айтылды. Так, келесі есеп. Тағы біреуін көріп жіберейік. Мысалы, мұны есепті көріп жіберейік. Так, қазір 1 минут. 3х квадрат қосу 17х қосу 42 тең 0.
Так, қосындысы, так, мен сразу жазам, минус 17 бөлінген 3, минус b бөлінген a да, ал көбейтіндісі с бөлінген a, 42 бөлінген 3. 17-ні 3-ке өлсем, осылай давай тұра берсін, минус 17 бөлінген 3 деп, 42-ні 3-ке өлсем 14. Енді вопрос, қандай санның көбейтіндісі 14-ке тең, ал қосындысы минус 14 17 бөлінген 3-ке тең. Көбейтінді болатын сан 7 мен 2 или 14 пен 1. Я? Басқа сан жоқ. Бірақ мұны екеуінің қосындысы да екеуінің мұна санға тең емес. Значит, бұл не? Ветпен шықпайды. Я? Ветпен шықпайды, значит, бұны дискриминантпен шығарам. Дискриминантпен шығарсам 17-нің квадраты минус 4, v квадрат минус 4асы 289, 12-ні 42-ке өтсем 289-дан көп сан шығады, я? Демек, мұна жерде дискриминант нөлден кіші, яғни бұл теңдеудің түбірі болмайды. Так, енді мұна жердегі нені шығарайық? С квадрат минус 15-сі тең 0. Бұл толық емес квадрат теңдеу. Толық емес квадрат теңдеуді мен айттым, жақша сыртына шығарамыз. Мұна жерде вет жоқ. С тең 0, с тең 15 болады. Так, жақсы. Бұдан өттік. Енді вопрос. Вет теоремасы тағы қандай есепте келеді? 10 класстың мескінді вет теоремасы в основном мына есептерде келеді. Яғни, так, мынаны былай жіберу керек еді. Так, тағы бір пример шығарайық. X квадрат минус 7x қосу 6 тең 0. Бұл жерде балалар қараңыз. Келтірілген квадрат теңдеу. Значит, мен мынаны қарама-қарсы таңбамен түсірем, мынаны дәл өзін түсірем. Мынаны қосындысы деп алам, мынау көбейтіндісі. Вет теоремасын шатаспас үшін осылай жазғаныңыз абзал. Енді қандай санның қосындысы 7, көбейтіндісі 6. Бұл әрине 6 мен 1. Бұл жерде шығып тұр. Так, тағы бір есеп көрейік. Мұна әсін көрейік. Y квадрат қосу 4y минус 5 тең 0. Тоже а бірге тең келтірілген, значит, мынаны қарама-қарсы таңбамен түсірем, мынаны өзімен түсірем. Қандай санның қосындысы минус 4-ке тең? Так, ал көбейтіндісі, мынаяққа бөлек жазайын, дұрыстап, минус 5-ке тең. Көбейтінді болатын минус 5 пен 1, немесе 1 мен минус 5. Я? Немесе минус басқа сан келмейді. Енді қайсысының қосындысы минус 4-ке тең? Мынаны алсам, мынаның қосындысы минус 4-ке тең. Ой, мына жерде минус 1 мен плюс 5 кешірерсіздер. Ал мынау минус 5 пен 1. Мынаның қосындысы минус 4-ке тең. Ал мына жерде, наоборот, плюс 4-ке тең. Ал мен жауапты мынаны алам. Яғни, x1 тең минус 5, x2 тең 1. Жауап осы болады. Так, дәл сол сияқты, мына жерден кез келген бір екі есепті өзіңіз ойдан шығарыңыз. Енді, балалар, ветке в основном есептер мына түрде келеді. Ең қиын деген есептер осы түрде келеді. Былай айтады, мына теңдеудің түбірлері вет теоремасын қолданып, мына x1-дің квадраты қосу x2-ның квадратын тап. Енді қараң. Так, мына теңдеу бойынша мен ветті былай пайдаланам. Так, келтірген теңдеу, значит, минус 1 мұнда 1, мынаны минус 15 деп түсірем. Яғни, қандайда бір санның қосындысы 1-ге тең, ал көбейтіндісі минус 15-ке тең. Енді қараңыз, мына жерде 1 мен минус 15, мынау негізі ветпен шықпайды. Себебі, мысалы, минус 5 пен 3, 3 пен минус 5, немесе минус 15 пен 1, или 1 мен минус 1 мен 15 қарасаңда, қайсысын қарасамда қосындысы 1-ге тең сан жоқ.
иә. Бірақ маған табу керек нәрсе мынау ғой, x1-дің квадраты қосу x2-ның квадраты. Енді қараңыз, менде мынау бар. 1 деген. Осы нәрсе бар, иә. Мынаның екі жағын квадраттасам, мынандай теңдеу шығады. Қосу 2x1 көбейту x2 қосу x2-ның квадраты тең 1-дің квадраты сірә 1 болады, иә. Ал менде табу керек нәрсе мұны екеуінің қосындысы, яғни x2-ның квадраты, иә. Тең дейінді мына тұрған өрнекті мен теңдіктің мына жағына шығарып жіберем. 1 минус 2x1 көбейту x2. Енді вопрос, мына нәрсе менде бар ма? Бар. Ол нешеге тең? x1 минус 15-ке тең. Яғни мен орнына қойып жаза қоямын. 1 минус 2 көбейту минус 15. Ол менде тең болады. 1 плюс 30, яғни 31-ге тең. Менде мына өрнектің мәні нешеге тең болып шықты? 31-ге тең болып шықты. Түсінікті, иә? Яғни Вет теоремасын в основном осындай өрнектерді табу кезінде қолдансақ та болады. Так, екінші, мына теңдеуді қалай шешем? Бірінші, мына теңдеуді біз ортақ бөлім келтірсем, мынау былай етеді, иә? Көбейту x2-ның квадраты, мынаған x2-ның квадратын берем, ал мынаған x1-дің квадратын берем. Так, үстінде сонда балалар x2-ның квадраты қосу x1-дің квадраты, иә? Вопрос, x1-дің квадраты қосу x2-ның квадраты менде бар ғой, уже тауып қойдым ғой мына жерде. 31-ге тең болады, иә? Ал мына екеуін мен бет жазсам болады, x1 көбейту x2 жақсаның сыртты квадраты деп, иә? Ал мынаның көбейтіндісі қаншаға тең? Менде мына жерде тұр, минус 15-ке тең. Яғни 31 бөлінген минус 15-тің квадраты. Яғни 31 бөлінген 15-тің квадраты 225-ке тең. Мына өрнектің жауабы 31 бөлінген 225 болып шықты. Так, Вет теоремасын қолданып біз осылай да шығарсақ болады. Так, жақсы, осымен сабақ бізде аяқталды. Қорытындылап айтсақ, балалар, қараң, Вет теоремасын екі жағдайда пайдалануға. Бірінші, осындай, яғни А, Б, С толық әртүрлі сан болған кезде, екіншісі А 1-ге тең болған кезде, яғни келтірілген теңдеуге. Келтірілген теңдеу кезде просто Б-ны қарама-қарсы таңбамен түсіріп жіберем, ал С-ны менде дәл солай түсірем да таба қоям. Бірақ егер теңдеудің түбірлерін тап десе, x1 мен x2-ні табу керек болса, біз міндетті түрде егер веттен шықпайтын жағдай болса, онда біз дискриминантпен шығара береміз. Ал веттен шығатын жағдай болса, онда x1 мен x2-ні кәдімгідей табамыз. Так, в основном веттен шығады, балалар, көріп отырсаңдар, келтірілген теңдеулерде. Сонымен қатар, мынандай өрнектерді де біз веттен қолданып шығарсақ болады. Так, осымен сабақ аяқталды.